Ассалаумағалейкум. Мен бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөкті дайындап көрсетемін. Ол үшін 500 грамм жарты келі сөкті алдым. Оны 3-4 рет жылы суға шайып жуып аламыз. Кейін 2 ыдысқа бөліп саламыз. Кейін бір ыдысқа қайнап тұрған піскен сүтті құямыз. Екінші ыдыстағы сөгімізге қайнап тұрған ыстық суды құямыз үстіне. Май сөгімізді дайындау үшін керекті азық-түліктің мөлшерін төменгі жаққа толықтай жазып қалдыратын боламын. Енді татуына қарай тұз саламыз. Ондай көп тұз салып жібермеңіздер. Дәмін көресіздер, өздеріңіз қалағандарыңызша тұзды салып, кейін араластырамыз да бетін 30 минуттай жауып қалдырамыз. 30 минут уақыт өткеннен кейін сөктерімізді тағы да 1 рет немесе 2 рет салқын суға жуып шайып алыңыздар. Жуып шайылған сөктеріміздің астына бірнеше қабат етіп мата төсейміз және үстіне сөктерімізді төгіп, жайып, ішіндегі сулары толығынан сіңіп, сарқылғанша, кепкенше қалдырамыз. Су сарқылып кепкеннен кейін тарына, яғни сөгімізді қайтадан шұңғыл ыдысқа саламыз да, бөлме температурасындағы немесе ерітілген майды үстіне салып, жақсылап тұрып қолыңызбен немесе перчатка киіп, немесе қасықпенен мен секілді жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Кейін майы сіңгенше қалдырамыз. Майы толықтай сіңгеннен соң өзіңіздің қалауыңызша тәтті болғанын қаласаңыз көбірек қант салсаңыз болады. Мұнда мен 2 ас қасық қант салдым және де оны тағы да жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Мұнда сүтке бұқтырылған сөгіміздің үстіне қара және сары мейізді майдалап турап саламын. Ол да өздеріңіз қалауыңызша бойынша саласыздар. Мейізді кей кісілер жаңғақ салып жатады. Міне 2 ыдысқа салдым және 2 контейнерге салып, тоңазытқышта сақтасаңыздар болады. Май сөгіміз дайын болды. Біреуі сүтке, екіншісі суға бұқтырылған. Баршаңызға ұнаса каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, қазақтың ұлттық тағамдарын жасап үйренейік. Ұнаса лайк басып, сіздің өңірде қалай дайындалатынын комментарияға жазып қалдырыңыз.